Саламатсыңдар ма оқушылар? Мен Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бадаев Сакен Оңғарбайұлы. Бүгін мен дене шынықтыру пәні бойынша қашықтан оқыту сабағымды бастаймын. Сабақтың тақырыбы секіру фазаларын қолдану. Сабақтың мақсаты қауіпсіздік ережесін сақтау, жүгіріп келіп секірудің әдіс-тәсілдерін білу және көрсете алу. Оқу мақсаты түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру. Оқушылар, біз секіру жаттығуларын орындамас бұрын ең алдымен жалпы дене жетілдіру жаттығуларын орындап алайық. Сіздерме достар, бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созыламыз. Қолды ауыстырып, оңға созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Ал енді оқушылар, жүгіріп келіп ұзындыққа секірудің әдіс-тәсілдерін үйренейік. Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру 4 фазаға бөлінеді. Бірінші, жүгіріп келу, бір аяққа итеріліп серпілу, ұшу және жерге түсу. Ең алдымен жүгіруден бастаңыз. Сөреге тұрыңыз, мұғалімнің белгісімен жүгіріңіз. Барынша жылдам жүгіріңіз. Соңғы 2 немесе 3 қадам қалғанда бір аяққа итеріліп серпіліңіз. Серпілген кезде барынша жоғары секіріңіз. Бұл сіздің алыс ұшуыңызға көмектеседі. Жерге түскен кезде 2 аяқты бүгіп түсіңіз. 2 қолды және денені алға еңкейтіңіз. Бұл жаттығуды орындауға 3 мүмкіндік беріледі. Ең жоғарғы көрсеткіш есептелінеді. Осымен бүгінгі қашықтан оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар. Спортпен шұғылданып жүріңіздер.